Саламатсыздар ма, оқушылар, ата-аналар. Бүгін біз 5 класстың есептерін шығаратын боламыз. Бізде 598 есепті шығару керек болады. Біздің берілгенінде 9.043.206 саны берілген. Осы санның оң жағынан солға қарай бір үтір жылжытып шыққан санды оқу керек екен. Енді мен бірінші санды жазып аламыз. 9.043.206. Енді оң жағынан солға қарай жылжытқанда, яғни бір саннан кейін үтірді айырамыз. Сол кезде бізде шығады 904.320. Яғни бүтін 10-6. Үтірден кейін бір сан, яғни 10-6 деп оқимыз. Неге 10-6? Өйткені бізде 10 деген сан, яғни 10 деген санда бізде бір ғана 0 бар. Сондықтан бірдің жазбаймыз, 0-дің орнына не жазылып тұр? Бізде бір ғана сан жазылып тұр. Сонда 904.320 бүтін 10-6 деп оқылады. Осылай сөзбен жазып қойғаныңызға болады, немесе тек фотодағыдай ана есептің берілгендегідей тең болады деп қасына былай да жазып қойғаныңызға болады. 904.320 бүтін 10-6 деп былай да жаза тұруларыңызға болады. Келесі бізде 599 есеп. Берілген ондық бөлшектерді бүтінге айналдырып, яғни ондық бөлшек ретінде жазу керекпіз. Яғни берілген бөлшектердің қосындысын біз ондық бөлшек түрінде жазуымыз керек. Біздер білеміз, бөлшектердің бөлімі бірдей болған жағдайда, ол бөлшектердің бөлімі не істейді? Өзгермейді. Яғни 100 деп өзін жазып қоямыз. Алымдарын қосамыз. 7 қосылған 11 тең болады. Бөлшектің бөлімі қалады. 100 алымында 11-ге 7-ні қосамын, 18. Сонда 100-ден 18. Енді осыны бөлшек түрінде қалай жазамыз? Ондық бөлшек түрінде. Ол үшін бөлшектің бөліміне қараймыз. Бөлшектің бөлімінде неше 0 болып тұр? 2 0. Яғни алымдағы санды жазып қоямын, 18 деп. Бөлшектің бөлімінде 2 0 болса, значит 2 сан оң жақтан сол жаққа қарай жүремін. 1, 2 үтір қоямын, алдына 0 санын қоямын. Сонда 0 бүтін 100-ден 18 деген ондық бөлшек түрінде жазылады. Бірінші есебіміз. Жауабы осы. Келесі есеп 70 қосылған 10.481. Енді көріп тұрғанымыздай бізде бірінші бөлшек санымызда бөлшек бөлімі жоқ, яғни оның бөліміне келтіру үшін біз ортақ бөлімге келтіреміз. Негізі бұл есептің шешімі бірден уже осы тұрғанда көрсетіліп тұр. 70 бүтін 10.481 дейді. Яғни 10.000 дегеннен бізде үтірден кейін неше сан болу керек? 4 сан болу керек. Сонда 0, осын 481 саламыз. Яғни көрдіңіздер, 10.000-нан кейін 4 0 ғой, яғни үтірге дейін бізде 4 сан болу керек. 1, 2, 3, 4 алдына 70-ті саламыз. 70 бүтін, сонда 10.481 деп бірден осай оқуға болады. Бірақ енді біз кішкене түсінікті болу үшін сізге шығару жолын көрсетейін деп тұрмын. Қалай шығады? Қарайық. Ортақ бөлімге келтіреміз. Бізде ортақ бөлімі екеуіне де ортақ, ол яғни 10.000 болады. 70-тің үстіне 10.000 деп тоқтауыш көбейткіш қылып жазамыз. Енді осыдан ары қарай стрелка арқылы көрсетіп шығара берейін. 70-ті 10.000-ға көбейтеміз. 700.000 болады. 700.000 қосылған 481. Бөлшектің бөлімі бізде неше? 10.000. Солай ғой. Тең болады. Мына жер кішкене тар болып кетті. Жаза берейін мына жерге. 700.000-ға 481-ді қосамын. 700.481 бөлімінде 10.000. Енді осын шығарамыз. Қараймыз. Бөлшектің бөлімінде неше сан? 4 сан. Бірінші мына 700.481-ді жазып қоямын. Сосын соңынан бастап 4 саннан кейін үтір айырам. Яғни өйткені 10.000-да бізде 4 0 бар. 1, 2, 3, 4. Міне 70 бүтін
10.481. Жаңағы бастапқысында бірден шығаруға да болады, немесе осылай да шығаруға. Әрине бізге негізі оңай, тиімді жолы осы. Енді түсінікті болу үшін қалай шығарылғанын сіздерге көрсетіп жатырмын, иә. Жауабы осы. Келесі үшіншісі 5 қосылған 1017. Бұл да тап осындай екінші есептің шығару жолы сияқты шығарылады. Мынау кішкене тар болып кетті. Мен мына жерге мына бетіне көрсетейін. 5 қосылған 1017. Үшіншісі 5 қосылған 1017 тең болады. Ортақ бөлімге келтіреміз, яғни 1000 болады. Бөліміндегі сан болмаса, яғни оны алымына төбесіне толықтауыш көбейтіп жазамыз, е. Бөлімін жазып қоямыз. Ортақ бөлімі бізде 1000 болды. 5-ті 1000-ға көбейтем. 5000 қосылған 17 тең болады. Бөлшектің бөлімін жазамын. 1000 алымында 5017 болады. Тең болады. Не істейміз? Бірінші санды жазып аламыз. 5017-ні. Және бізде 1000-да 3 0 бар. 3 соңынан бастап 3 саннан кейін өтірейден 1, 2, 3. 5,1017 шықты. Міне, жауабы осы. Келесі төртінші есеп. Төртіншісі 11 қосылған 1017 қосылған 1017 тең болады. Бізде міне, мына екі бөлшекті бірінші шығарып алайық. Біріншісіне 11 қосылған деп жазып аламын. Келесін жазамын. 1000-нан, екеуінің бөлімі бірдей ғой. 1000 деп жазамын. Алымын қосамын. 17-ге 17-ні қосамыз. Тең болады. Шығарамыз ары қарай. 11-ді жазып аламын. Қосылған. Бөлшектің бөлімі сол күйінде қалады. Алымын 17 қосам 34 болады. Енді банағы мына үшінші есептің мына бастапқы түріне келіп тұр, көріп тұрсыздар. Енді ары қарай мына шарт бойынша шығады. Ортақ бөлімге келтірем. 1000. Жазам. Бөлшектің бөлімі ортақ бөлімі 1000 болады. 11-ді 1000-ға көбейтемін. 11000. Солай ғой. Осын қосамын. 34-ті тең болады. Ортақ бөлімі 1000 жазамын. 11000-ға 34 қосам. 11034 тең болады. 34 жазып қоямын. Және 3 0, яғни 3 саннан кейін өтіреймін. 1, 2, 3. 11,1034 деген есептің шешімі. Келесі 600-ші есеп. Бізде берілген бөлшектер берілген. Осы бөлшектерді аралас бөлшек түрінде жазуымыз керек. Енді аралас бөлшек түрінде қалай жазамын? Мысалы, бірінші 73-ті 10-ға бөлеміз деп жазған, 10-нан 73 деген. Бұны қалай шығарамыз аралас бөлшек түрінде? Жазамыз. 73-ті бөлем, мысалы 10-ға. Яғни 73-ті жазып аламыз. Яғни 0 бөлімінде 1 0, значит 1 саннан өтірелем, 7,10-нан 3. Енді жазам. Бұл енді 10-дық бөлшек түрінде. Бізден оны аралас бөлшек түрінде жазам. Қалай оқылады, солай жазам. 7,10-нан 3 деп оқылады. Бөлімінде 10, алымында 3 болады. 7,10-нан 3. Аралас бөлшек түрінде осылай жазамыз. Келесі 231 жазып қоямын. 10 деген 1 0, яғни соңында 1 0. Соңынан бастап 1 сан өтірейрам. 23,10-нан 1. Қалай оқылады, солай жазам. 23,10-нан 1. Келесі 4,159 деген не. Бірінші 10-дық бөлшек келтіріп алдым. Содан кейін барып жаздым. 4,159. Келесі түсінікті болған шығарда қалай шығару керек? Бірден жазайын. 9,163. Келесі. Мына жерде міне 1115-ті жазып қоямын. Жаңа түсіндірейін тағы да. Жүзде 2 0 бар. Яғни соңынан бастап 2 саннан өтірейрен 1, 2. 11,115 деп оқылады. Қалай оқылады, солай жазамын. 11,115. Келесі міне 3 0, яғни 3 саннан өтірейді 3,1000-нан
329 деп жазылады. Келесі 6 бүтін тап осысан ғой, тек жаза қоямыз ауыстырып. 1000-нан 552. Келесі 78787. Яғни 78 бүтін болады. 1000-нан 787 болады. Аралас бөлшек түрінде. Келесі 10.000. Яғни бізде үтірден кейін жазып қояқ. Бірінші 50.032. 10.000-да бізде 4 0 бар. Яғни соңынан бастап 4 саннан үтір айырам. 1, 2, 3, 4. 5 бүтін 10.000-нан 32. Енді қалай жазамыз? 5 бүтін 10.000-нан 32 деп жазылады. Келесі 81.193. Так, жазып алайық. Бірінші сосын 4 орнына үтір айырамыз. Міне өткен 4 0 ғой. Сонда 8 бүтін 10.000-нан 1193 болады. Келесі, так, 4 0, яғни 4 санайын үтір айырады. 22 бүтін 3399, яғни 10.000-нан 3399. Енді осыны бөлшек түрінде жазамыз. Аралас бөлшек түрінде 22 бүтін 10.000-нан 3399. Келесі, так, 100.000-нан келесі 5 орнына үтір айырамыз. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 бүтін 100.000-нан 55.553 жазамын. Аралас бөлшек түрінде 5 бүтін 100.000-нан 55.553 деген жауабы шығады екен. Міне оқушылар, ондық бөлшек түрінде берілген есептерді шығару жолымен сіздерге көрсеттім. Егер сіздерге шығару жолы түсінікті ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.